Радонеж қарттар үйінде бүгін музыка ойнап тұр. Мұнда Ұлы Отан соғысындағы жеңістің 80 жылдығына орай арнайы концерт өтті. Бұл қайғы мен мақтанышқа толы естелік. Бұл сол сұрапыл соғысты басынан өткерген, немесе оның көлеңкесінде туғандардың бәріне таныс, майдан жырлары естілгенде көзге еріксіз жас келеді. Залда өмірдің қадірін біліп түсінетіндер отырды. Жақынын жоғалтқан, күткен, қиындыққа шыдағандар. Қираған елді аяққа тұрғызғандар. Бүгін қошемет те, алғыс та, ізгі ілтипат та осы жандарға арналады. Музыка ұрпақтарды сабақтастырады. Өмірлері ерлік пен қайраттылыққа толы қарттар үшін жеңіс туралы әндер ойнайды. Жас пен нұрға толы бұл жанрлар естелік. Концерт аяқталса да қошемет аяқталмайды. Ешкімде ешқашанда ұмытылмайды.